Келесі жұлдыз Шаян. Мынадай карталар шығарылыпты, кіші аркандар. Сіз бірінші жарты жылда Шаяндар, сізге бір ауыр тиген, жағымсыз жағдай аяқталады сіз үшін. Бұл енді мүмкін сіз мүлде күтпеген бір адамның тарапынан сатқындық әрекет шығар. Жалпы бұл жеңілу картасы. Күтпеген жерден бір болған бір жағдай немесе өзгеріс. Сіз оған әрине сізге ауыр тиюі мүмкін, бірақ сіз ондай жағдайларда дайын болу керексіз. Қандай бұл уақытта қандай қиын жағдай болмасын, сізге жауап тастап оңай жіберу керек, тіпті ойламау керексіз. Жалпы жылдық жорамалда Шаяндарға бас не қызметкер шыққан екен, яғни 2026 жылы сізге осы бір сезімталдықты күшейтуге, көңіл бөлудің маңызды екенін көрсеткен болатын. Енді мұндай қабілетке ие, яғни түйсігіңіз ашық болған кезде кез келген адам осындай бір жағымсыз жағдайларды алдын ала сезеді. Қажет десе тіпті қарсы тұруға дайын болады. Сондықтан әрине сол аға арканды сіз есте сақтаңыз. Қазір сіз осындай бір жағымсыз жағдайлардың кесірінен болар, жалпы ешкімге сенбей айналадағы адамдарға бір ашу, реніш сізде болуы мүмкін. Сол осы уақыттың ішінде. Сондықтан да болар, сіз жабық қалпыңызда қозғалмай отырсыз. Енді бұл картта сізге осындай қалпыңызда көп отырмаңыз. Себебі бұдан келер сізге еш пайда жоқ. Бұдан келері тек сіз өзіңізге осындай жабық қалпыңызда отырған кезде өзіңізге ғана қауіп төндіресіз. Себебі қозғалыс жоқ, жерде өсу жоқ. Неке осындай сізге кеңес береді. Әрине, осындай бір күйлерден адамның әр уақытта бір адамның көңілі әртүрлі жағдайда біресе ауытқып тұрады ғой. Сондықтан сіз тепе-теңдікті сақтау керексіз. Карта жалпы бұл карта сізге сол көңіл сезімдеріне берілмей алға қарай қозғалуға, дамуға кеңес беріп тұр ғой. Себебі сіздің қуанышты сәттеріңіздің бәрі алдыңызда тұр. Егер сол бір жабық қалпыңыздан сіз шықпай отыра берсеңіз, әрине сол қуанышты сәттердің мүмкіндігін сіз өткізіп алуыңыз әбден мүмкін. Бұл енді карта жалпы жетістікке жету, жеңіске жету, бір келісімге келу, жалпы сондай бір қуаныштарды көрсетеді. Сол қуанышты сіз жақындарыңызбен күн бірге атап өтерсіз. Қымбатты Шаяндар, жалпы сізге жылдық жорамалда осы айтылған кезде жыл жорамалы, мен енді пікірлерді, тыңдармандардың пікірлерін қарап жүремін. Жалпы Шаяндар, сіздер ешқандай көңіліңіз түспесін, өйткені кеңестер жеке емес, жалпылама айтылады. Жағымсыз карталарға сіз ешқандай да уайымдамаңыз. Қандай карта шығатынын мен де білмеймін. Бірақ мен білемін, Шаяндар шынайы, жүрегі жомарттыққа толы адамдар. Өзінің отбасын бірінші орынға қояды және жақындарының нағыз қамқоршысы. Сіз қаласаңыз, кез келген адамның өмірін гүлдендіре аласыз. Сізде осындай бір қасиет бар. Тіпті мына жылдық жорамалда мен жаңа айтып өткен бір тыңдарманым жазған екен. Не бір идеялар, не бір даналық ұзақ үнсіздіктен, түйсікпен түсінгенден кейін жарыққа шығып жатады деген менің сөзіме болар. Шаяндар 2 жыл үндемей жатты. Өмір бойы үнсіз жату керек па деп жазған екен. Сұрағыңызға көп рахмет. Мен күліп алдым. Негізі сол үнсіздікте
тыныш жатпай ізденісте болыңыз, рухани өсіңіз дегенді мен жеткізгім келді. Мысалы менде сондай ұзақ жылдар үнсіздікте өз ізденісімде болдым. Қазір сол үнсіздіктен жинаған біліміммен бөлісіп мінекей алдарыңызда отырмын. Енді ұзақ үнсіздік санаңа қопарылыс береді. Сәлден кейін сондай үнсіздік бергеніңе жаратқанға мың алғыс айтасыз. Себебі сананың өзгеруімен бірге өміріңізде жақсыға өзгеріп бастайды. Мына бір қуаныштың картасы, сол қуаныш картасы сол қуаныштың өміріңізге келуінің дәлелі болсын.